Кеш жарық құрметті достар, армысыздар, ардақты ағайын, құрметті өнер сүйер қауым, құрметті астаналықтар және астана қонақтары. Келгендеріңізге рахмет. Бұл енді құрметті достар, көңілді тапқырлар командалары арасында Қазақстан чемпионаты. Бұл сайыстың аты көңілді тапқырлар алаңы деп аталады. Бұл жерде қазір 13 команда бақтарын сынайтын болады. Ерекшелігі әр бағдарламада, әр сайыста тек бір сайыстан ғана өзара сайысқа түседі. Қазылар алқасы бұл жерде ұпай сандарын көрсетпейді. Қазылар алқасының қолында мынандай байқап тұрсаңыздар, кішігірім кубоктар бар. Мынандай кіші кубокты әр команда ойын біткеннен кейін қазылар алқасы бір кубокты бір командаға ұсынатын болады. Бір командаға береді. 13 команданың. Әрқайсысы өзіне ұнаған командасын әрине. Бәлкім бір қазылар алқасы 5-еу де бір командаға беруге болады. 4-еу бір командаға беруге болады. Немесе 3-еу бір командаға, 2-еу бөліп те беруге болады. Ең бастысы 12 сайыс, 12 осындай сайыстан түседі. Сол 12 сайыстың ішінде қай команда осы кіші кубокты көп жинайды қоржында, сол ең басты Қазақстанның чемпионы деген атаққа ие болады. Ең көп жинаған команда. Және әр ойыннан кейін осы сахнада үздік ойыншыға да осындай кіші кубок табыс етіп отырамыз. Үздік ойыншыға, және ең соңында қай біздің актерімізда осы сыйлық қоржынында көп болса, ол жылдың үздік актері деген атаққа ие болады. Осы кубокқа, бұл кубок үздік актер Ержан Жұмағазин атындағы кубок. Міне қандай қиын ештеңе жоқ, құрметті достар. Олай болса, мен енді осы жылы бақтарын сынайтын 13 командамен таныс болыңыздар. Шығыс Қазақстан облысы, Ертіс командасы. Қостанай облысының құрамасы. Батыс Қазақстан облысы, 24 сағат командасы. Қарағанды облысының құрамасы. Тараз қаласы, Тараз 2000. Атырау облысы, Батыс топ командасы. Қазақстан ауылдар құрамасы. Астана қаласының құрамасы. Шымкент қаласы, Южандарым командасы. Қазақстан қалалар құрамасы. Алматы қаласы, Орыс Стар командасы. Қызылорда қаласының құрамасы. Және бізде қалалар, облыстар, небір ауылдар жиналса, бұл аудандық. Арал ауданының құрамасы Аралас. Достар, біз енді барша командалармен таныс болдық. 13 команда осы жыл соңына дейін бақтарын сынайтын болады. Ерекшелігі, бұл жерде әр сайыс сайын ешқандай команда ұшпайды, бізбен қоштаспайды. 12 сайыс бойы әр қашан 13 команда өнерлерін көрсететін болады. Тек бізде осы кіші кубокты қай команда көп жинаса, сол жылдың чемпионы болады. Қазылар алқасымен таныс болайық, құрметті достар. Қазылар алқасында бізде бүгінгі осы кеште сіздердің қошеметтеріңізбен мен жалпы бүгінгі кеште көріп отырған өте қуаныштымын. Теле жүргізуші, талантты, қазақтың ерке қызы десек болады. Жалпы осы 24 сағаттың сағат 3 пен 4:30-дың арасындағы қазақ елінің сүйіктісі,
Балапан телеарнасының директоры Ләйла Сұлтанқызы бізде. Талантты продюсер, әнші, Ұлытау ұлы, Қыдырәлі Болманов. Қазақтың ерке қызы, құрмет орденінің иегері, қазақ эстрадасының жұлдызы Тамара Асар. Бүгін Қазылар алқасында Астана қаласының мәдениет департаментінің бастығы. Шапалақ қошеметтеріңіз. Болат Мажағұлов мырза. Болат мырза, сізге осы үшін барша үшін бір қошемет көрсетіп қойсаңыздар. Болат Мажағұлов. Көңіл тапқырлар алаңының жүргізушілері Қанат Әлжапаров, Баянды Сахария, қарсы алыңыздар. Рахмет, қайырлы кеш ханымдар мен мырзалар. Кеш жарық достар. Қайырлы кеш, құрметті ұлттық арна көрермендері. Көңілді тапқырлар алаңы КТА, қош келдіңіздер. Рахмет. Ал енді құрметті көрермендер, біз көп созбаймыз. Бүгінгі сайысқа төрелік ететін Қазылар алқасымен таныстырып қояйық. Төрімізде отырған. Оның бәрін жаңа ғана Тұрсынбек мырза шығып, әдемілеп таныстырып кетті. Бәрін таныстырып қойды. Танысып алдыңыздар ғой, Мә, не істейміз? Онда жалпы көңіл тапқырлар алаңы жайлы сіздерге біраз мәліметтер берейік. Бұл жоба жайлы. Қанат, ол жоба жайлы жаңа Тұрсынбек бәрін түсіндіріп айтты. Біліп отыр қандай жоба екенін бұның. Жұмыссыз қалдық қолаңыз біз. Олай болса, біз енді барлық командаларды ортаға шақырып қана тұру қалған екен. Енді басқа не істейміз? Тұрсынбектің өзін таныстырайық. Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткер, жобаның жетекшісі, менің бастығым, қалай кетіп жатыр? Қазылар алқасының төрағасы Тұрсынбек Қабатов. Рахмет. Ендеше, бірден бастап кетейік Баянды. Костюмің де күшті екен кәдімгідей. Қалай костюм әдемі? Костюмің әдемі, сөз жоқ, ішіндегі адамын ауыстырса? Құрметті көрермендер, біз екеуміз арасында осындай оқыстан әзіл айтып қалған кезде сақ болып отырыңыздар. Сонымен ең бірінші болып ортаға шығатын, бірінші болып сайысты бастайтын командаларды ортаға шақырайық. Сен айтшы. Бұл команда біздің әдеби астанамыз, Шығыстан, Семей қаласы, Ертіс құрамасы достар. Астана құтты болсын, туған күнің осы, менің әніме қосыл, көңіл күй көтерер, ұнайды жаңа жоба, қалаларға бірдей, қазір басқа деңгей, мәдесіме. Сәлем Астана! Сәлем! Болат, айтшы, сен бізді қайда алып келдің? Жігіттер, қыз, бұл жаңа жоба, кәдімгідей жап жаңа жоба, керек десеңдер заттаңбасы да бар. Что это деп отырғандарға этикетка. Көңілді КТА, көңілді тапқырлар алаңы. Бір жақсысы бұл Қазақстанда жасалған, тек қана қазақша ойнаймыз. Мына жастықтың суретін көрдіңдер ме? Иә. Халықты ұйықтатуға болмайды деген сөз. Дұрыс. Мына шөлмекті көрдіңдер ме? Иә. Жууға болмайды деген сөз. Сосын бұл Тұрсынбек Қабаттың бренді, бұнда Қазақстанның жастарының бәрі жүргісі келеді. Сондықтан сендер рахмет айтыңдар. Емес рахмет айтыңдар деймін. Рахмет. Ау, рахметке тәпшік алып кейіңдер. Бұл жаңа жобаға әрбір қаладан командалар келіп жатыр. Біз Семейден келдік. Өздеріңіз байқап отырғандай тіл таза. Сосын осында келген бізде ниет таза. Жүрек таза. Керек десеңіздер міне. Өкпеде таза. Енді кім білет, бәріміз жан-жақтан келіп жатырмыз ғой. Астана қабылдамай қойып жүрсе.
алыптық ертістің толқынында отырыңыздар. Кеттік. Кеш жарық қымбатты достар, бастайық. Полиция қызметкерлері халыққа әрқашанда жақын жүреді. Сонымен көшеде. Полиция, көмектесіңіз, полиция! Ұрлап жатыр, полиция! Қарындас айттым, аяқ тіреу керек еді. Иықпен қолдану керек еді. Салмақ бар ғой, өзің үшін. Әрбір аулада осылай тәрбиелейтін ағамыз болатын. Бала, бокс. Ой. Молодец, бокс, молодец. Мен сендерді кішкентай кезінен бастап танимын ғой. Нарды кішкентай кезінен бастап танимын. Мынандай кішкентай мұрындарынан су ағып жүрген кезінен бастап танимын. Білесің ме? Әлі ағып жүр екен ғой маған. Олына қара бала өзімнен алмайды енді, өзімнің ұлым сияқты мынау. Бір 250 теңге бар ма? Жоқ аға. Жоқ па, ештеңе етпейді, ештеңе қылмайды. Өзі Гүлжан кластасымның ұлы. Мен Гүлжаным қалай? Гүлжаным қалай? Мен сіздерге бір Гүлжан туралы шындық айтып берейін. Аға, сіз бізді мазамызды алып атсыз, ар жаққа кетесіз бе? Өзім білем, қумаңдар. Келем келген кезде келем, кеттім келген кезде кетем. Міне мен қазір кеттім кеп тұр, мен кеттім. Тақырыбы бізге қарап күл. Көріп отырсаңыздар, күліп отырыңыздар. Тойдың боларынан боладысы қызық. Мына той деген жоғары деңгейде. Өте. Құдаларын бәрін жақсылап күтіп алу керек. Алдында қалай күтіп алды? Дастархан жайып берді. Не ішейін деген жоқсыңдар. Апарат жегі апарып тастады, әкелет жегі әкеліп тастады. Құда болды, дұрыс айтасың. Құда, ана жаққа барып демалыс, бәрін өзіміз ұйымдастырамыз. Құда. Болды. Мына жерге құда деген бірдеңе бермейсіңдер ме маған? Таниды ғой енді бәрі. Қойыңызшы, құда ана жаққа барыңызшы. Болды, кеттім мен. Сосын сендер тойды төбелес шығармаңдар. Тойдан кейін өздерің білесіңдер не істейсіңдер. Ана складқа жауап беретін адам қайда жүр? Жоқ Сарағаш, айттым ғой, столға қоямыз, содан келесіңдер. Жоқ. Аналар қызығы, біреу кеп мені танисың ба, Сарағаш беш, банк екі тісін қағып ағасың ғой. Құда, мына жерге бірдеңе бересіңдер ғой, танымай жатыр ана жақта, ұрып атыр. Қазіргі таңда оқуға түсу оңай емес. Сонымен полиция бөлімшесінде. Карина! Анжела. Және де Қайрат. Енді шын аттарыңды айтыңдар. Құралай. Мөлдір! Маржан. Қайрат. Осының бәрін кім ұйымдастырып жүр? Мен аға. Сен бе? Қыздардың ата-аналары біле ме немен айналысып жүргенде? Білет. Қашаннан бері бастадыңдар бұны? Енді ақшалар жоқ болып қиналып жүргеннен кейін осы бизнесқа өзім итермеледім. Жердің астынан өлең айту деген болмайды. Болды. Кеттіңдер, жол. Қазіргі таңда ауылдағылардың барлығы қалаға көшуде. Ал енді біздің фантазия. 2785 жыл мал соятын адам қалмапты. Ал мына қой сояйық. Гуглда ашайын, Гуглды. Қойдың аяғын байлау керек дейді. Қой қайда? Алып келіңдер қойды, әне тұр. Құлат, бері қарай. Құлат. Ой, молодец сен. Байла. Қойдың басын құбылаға қаратыңдар дейді. Құбылаға дей ма? Компас қайда? Компас әкел. Мына жақта дейді. Дұрыс, осы жаққа айтайын деп тұрмын, осы жаққа, дұрыс. Бата беретін ата керек дейді енді. Өзім берем, жастар, түзеп күндер, жастар. Окей, Google, қойға бата. По вашему запросу найдена бата. Батам батпасым, батам жерде жатпасын. Сенде жазық жоқ, менде азық жоқ. Мына жерін білет жармыз енді. Құрметті достар, ойынның соңында Тұрсынбек Аманғалиұлының Базар жоқ алаңы жобасында қажет Смағұл жеңген болатын. Ол шығыстікі. Көңілашар жобасында Мержан Алтыбаев жеңді. Ол да шығыстікі. Тұрсынбек Аманғалиұлы жаңа жоба ашқан сайын шығыстан жақсы жаңа таланттар шығып жатыр. Осы жолы оптым келдік.
болмаса қарамашы басқаға ешқашан қарама Семей ертіс құрамасы достар, қошеметтеріңіз. Қанат, келесі қандай команда шығатынын білесің бе? Білем. Сенде жазылып тұрған, менде де жазылып тұрған. Логически ойлансайшы маған. Ал енді құрметті көрермендер, осы жерде шымкенттік жанкерлер бар ма екен? Бір айқайлап қойыңыздар. Ой, рахмет. Құрметті шымкенттік жанкерлер, сіздерге өтініш, қазір Қостанай құрамасына бір қошеметтеріңіздер болсаңыздар. Сіздердің қошеметтеріңіздер Қостанай облысының құрамасы. Қарсы алыңыздар. Сахнада Қостанай облысының құрамасы. Қостанайдан Астанаға дейін 700 шақырым. Ал Астанадан Қостанайға дейін 700 шақырым. Және бізде Қостанайда ең үздік актерлер, олай болса қарсы алыңыздар. Бүгін біз осы ойында өте жоғары шығамыз. Бірақ басқа командаларды осы ойында өте жоғары ұшқысы келеді. Тың жігіттер, бұларың не? Бұл жайық қой. Осы ма үздік актерларың? Мәссаған. Аты кім еді осы қызын? Тамара, пуй. Аты кім еді? Светлана, пуй. Надежда, пуй. Джуниор, қателесе бермес. Таня оның аты. Пуй, дұрыс айтасың. Танечка, Танюша. Саған бір осы сұрағым бар да, Таня. Саған осы қара торы, орта бойлы, бұйра басты, кішкене мақтаншақ жігіттер ұнай ма? Сен өзің туралы айтып тұрсың ба? Жоқ, бүкіл қазақтар туралы. Жындысың ба бұнда әзіл айтып? Кет бар, көзіме көрінбей. Кет бар, көзіне көрінбей. Жыныс ма бұндай әзілет? Кетсіш. Орыс қазақша кет деді ғой, кетсіш кет дегенде. Кет деген ет дегенде, кетші. Тоқта! Мә, ұста! Не бұл? Оқы дегенде оқисың. Таня, сен неге менде қуа бересің, менде осы ойынға арнайы бір әзілім бар. Қандай әзіл? Мехмет хабарла. Discovery телеарнасы қос аяқты баяулатылған түрде бейне таспаға түсіріп алды. Джуниор, Қытай үшін, ел үшін, мен үшін, атамекен жер үшін кете берші. Нұрмұхан, оқы. Джуниор, сен мені мұнда кімге ұстап кетіп баратсың? Сен әлемдегі ең үздік актер едің ғой. Не жаздым мен жаным саған, қарамастан кеттің маған. Саған Нұрмұхан, бұл мен ең сүйікті әнім ғой. Сенен мұндайды күтпеп едім. Қанеге қыздар мен жігіттер, сонау Қостанайдан келген әзілдерімізді көрсетпейміз ба? Қостанай облысының құрамасы, біз бастаймыз. Сонымен көрейік, әр отбасыда болатын жағдай. Ей, балам, Нұрмұхан, бүгін әжейін туған күн емес пе? Қоңырау шалып құттықтамайсың ба? Басынан шығып бітті қазір. Звонда. Алло, әже, сәлеметсіз, туғаныңыз құтты болсын. Қолым жауым, рахмет. Не болды? Құттықтадың ба? Мен емес, ол мені құттықтаған сияқты болды ғой. Сонымен көреміз Астананың бір кинотеатрында. А может, мама присядет к Санте на другое колено? Я думаю, мама уже слишком большая. Нұрмұхан.
Маған бір қыз ұнады осы кинотеатрда. Қайсысы? Білдіртпей қараш. Мынауың орыс қой. Братан, экзотика. Жақындамайсың ба? Ялам. Ей, ұялам дейді? Ұялма, ты чё? Қызың болса, кәдімгідей сүйіп, аялап, былай кинотеатрға апармайсың ба? Сөйтейін ба не? Ей, бауырым, бұл менің қызым ғой. Ей, бауырым, бұл менің қызым ғой. Ей, бауырым. Бұл менің қолым, бауырым. Құрметті достар, Қазақстан телеарнасында жаңа бағдарлама тамашалайық. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бізде бүгін жаңа жоба «Неге, порке, немесе почему». Және де бізде қонақта отырыстану ғылымының докторы Нұрмахан Өзбекұлы. Ассалаумағалейкум аға. Қош келдіңіз. Аға, бірінші сұрақ. Неге қазақтар осылай отырады? Қазақтар не жақсы көреді? Ресейден келген машиналар жақсы көреді. Гранта дейді, Приора дейді, бірақ өкінішке орай ол машинаның ішінде шынтақ қоятын орын жоқ. Подшынтақник жоқ. Ап жерде өзіңнің тізең, родной, кожаный подшынтақнигін қоясын, от алдырып жүре бересің. Бәрекелді. Тағы қандай отырыс түрлі? Мінекей, мұндай бір отырыс бар, крутой ағашқының отырысы дейді. Ағаларымыз. Енді қадам басып келатқан сондай, ей, братчика, ананы алып берсейші, пожалуйста деген сөздер шығатын ағашқалар ғой. Ең маңыздысы, мынау шынтақтан бастап, жаңағы неге дейін, былай бұйрық жасап отырады да. Ей, братчика, пожалуйста, жаңағы солар. Бірақ енді қадам алға басқан, қарны шыққан, абыройлы ағашқалар енді кішкене былай отырады да. Бұл жерде уже шынтақ емес, саусақпен ғана жаңа. Братчика, су бар ма, тендер бар ма, тауысы, менікі ма, откатын қанша, сорпа қайда деген сөздер ғой, короче. Бәрекелді аға, тағы қандай келесі отырыс? Мінекей, бұндай бір отырыс бар. Бұл отырыстың аты жаңағы күйеу баланың отырысы. Күйеу бала, аха. Дастархан қақ ортасында отырады, ет тұра отырады. Аха, ет тұра отырады, аха. Мына оң қолы тауып қалса, өзінің родной подшынтағнигі бар. Аха, ыңғайлы. Ыңғайлы, соны қойып, жаңағы тура береді. Кей кезде жол серік болып кетеді, апай шай ішіңіз дейді, ана кісі шай береді, мына күнгі шай. Былай, екі қолды алып қалсақ, қара жорға болмаса деп. Билеп кетеді. Аха, түсінікті. Жаңағы мен айтып отырғаным, күйеу баланың отырысы ғой. Мінекей, былай бізде Қостанайда келіндер отырады. Келіндер. Неге десеңіз, біздің Қостанай күн салқын болады. Келіндер түскен кезде аяқтары тоңады. Сол аяқтары тоңбас үшін мына жұмсақ жермен аяғын отырады. Аха, ыңғайлы. Плюс еще жаңа аяғын носки тесік болса көрінбейді. Отырып шай қоя береді. Ал егер мынау аяғы үйіп қалса ше? О, аяқтар ұйыса жаңа өзі выходын келіндер өздері біледі. Ақырындап бүйтіп өздерімен өзі жаймен. Ыңғайлы. Бүйтіп өзі, ыңғайлы. Бірақ бір минусы бар. Жаңа тесік болса көрініп қалады, ұят болады. Негізінде мен айтарым, қай отырыс болмасын, сол отырыстың гүлімін ғой. Бәрекелді аға, мынау қазір хит отырыстар, көп таралып кеткен хитовой отырыстар. Орынды сұрақ. Хит дегенде жаз болғаннан кейін жаңа хит отырыстар көбейіп кетті. Кәуіпханаларда, летниктарда болады, сендей балалар жаңа аулада отырып, лавочкада отырып. Өзіңіз жұмыс істейсіз ба? Істеймін, иә. Қайда жұмыс істейсіз? Күзетте істеймін. Қиын ба? Жоқ, қиын емес, отырыс қой. Аға, бізде қоңырау келіп тұр, студиямызға. Сәлеметсіз ба? Ала, сәлеметсіз ба аға, сізге бір сұрағым бар еді. Тұрмысқа шықпап едім, жасым 37-те. Ой, қарындас, отырып қапсыз ғой. Отыра тұрыңыз, қазір келем. Бәрекелді. Бізде қонақта болған отырыстанушы Нұрмахан Өзбекұлы. Жақсы отырыстарыңыз көп болсын. Құрметті достар, ойынның соңында қазақ аңызы. Баяғыда Целиноград Астана болмай тұрған кезінде біздің елбасымыз келіп Астананы үлкейтті, әсемдетті, көркейтті, еліміздің бас қаласына айналдырды. Сондықтан Астана мына жерде.
мына жерде. Мына жерде. Бүкіл қазақстандықтардың жан жүрегінде. Қостанай облысының құрамасы. Астана тек сіздер үшін. Еліміздің астықты алқабы Қостанай облысының құрамасындағы да бір қошеметтеріңіз болсын, достар. Көп рахмет, құрметті көрермендер, қостанайлықтарға бір қошеметтеріңізді ұрып қойыңыздар. Рахмет. Ал енді құрметті қазір алқа сіздерге өтініш, қазір командалар шыққан кезде мынау менің жерлесіме мен көмектесіп жіберейін деген болмайды, таза бағасын беріп отырыңыздар. Келесі команданы қарсы алыңыздар. Орал қаласы 24 сағат командасы. отырсыздар. Енді еріп күлетін достарыңызды белгілеңіздер. Уақыттың қадірін білетін 24 сағат. Кеттік! Ауылдағы кейбір жігіттер машиналардың маркасын дәл осылай ажыратады. Мә. Алтай ағайдың машинасы сияқты. Ой, анау Серік ағаның машинасы сияқты ғой. Дос, қарашы дұрыстап. Алтай ағаның машинасы сияқты деймін. Серік ағаның машинасы сияқты деймін. Артын қарашы, және бет шығып кеткен ғой анау. Саламатсыздар ма? Бейбіт ағаның қыз сияқты. Сәкен ағаның қыз сияқты. Бейбіт ағаның қыз сияқты деймін, қарашы дұрыстап. Сәкен ағаның қыз сияқты деймін. Артын қарашы. Жаңа, ал 100 жылдан кейін отандық теле арналарда дәл осындай бағдарламалар пайда болса, таңғалмаңыздар. Бірлік болсын әлемде, бірлік болсын елімде, аман бол халқым деп жырлаған бүгін міне Кентал бабамызға 150 жыл. Келесі бағдарламада кеш шоу тобындағы Ақбота әжеміз қайда жүр? Осы сұрақтың жауабын бір кездейтін боламыз. Ал бүгінгі біздің кешіміздің студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасының халық әртісі, еңбек сіңірген қайраткері, халқымыздың сүйікті әншісі. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Ойбай. Жалпы сізге ең алғашқы қояр сұрағым, қазіргі жас әншілерге қандай баға бересіз? Қазіргі жас әншілерге көңілім толмайды. Ешқандай мағына жоқ, сөзінде мән жоқ. Мысалға менің кезіндегі әндерімді айтсаң, Жүлеміні Глөкс деген қандай ән еді? Жүректен шыққан ән еді? Иә, ана 91-ның жігіттері қандай еді? Вот сондай ән керек бізге. Жалпы енді алда қандай жоспарларыңыз бар? Жоспар өте көп. Мына екі бірдей жобаны бастап жатырмыз. Ең бірінші жоба ол Ұлы Дала MC деп аталады. Лимузинмен жүреміз. Екінші жоба ол Сайлаубек Лайф. Ол жобалардың ерекшеліктері тек қана жігіттер қатысады. Тек қана жігіттер. Ал енді жалпы Ұлы Дала Лайф деген жобаларда осыдан 100 жыл бұрын әнші топтар жасап кеткен. Сіз енді неге қолға алып жатсыз? Қызықсың сен, братишка. Халқы мені енді түсініп жатыр да. Ауылда кешкісін үйге кірер алдында дәл осындай жағдай болады. Сап-салқын. Асланбек, аяқ киім әкеле қойшы. Қойшы, өзің алшы. Жерінше осы бала бар ғой, кәдімгі бар. Кішкентай кезімізде аналарымыз жатар алдында дәл осылай ұйықтататын еді.
Ашкөнтай, ұйықта болды, түн болды. Ду, қойш мама, ұйықтамайым мен. Ұйықта деймін, түн болды, таңертең сабаққа тұра алмай қаласың, ұйықта. Мама, қойш деймін, ұйықтамайым мен. Мен тыңдамайтын болған соңында Бужай шақырам ал. Бужай! Бужай! И, баланың Бужай деймін. Ауруханада қандай да жағдай болмасын, кезекте тұру міндет. Мә, көке дым білдірмей өтпәдсің, отыр кезекке. Мына қасқаны қара. Апа, өтіп кетейінші, ауырып тұрмын апа мен. Бәрімізде ауырып тұр, құшын тұр. Апа, өтіп кетейінші мен, ішім ауырып тұр деймін апа. Ешкім еркенен тұрған жоқпын жерде. Тұр болда. Апа, неге түсінбейсіз, мен өліп баратырмын, ішім ауырып тұр, ішім. Бақырма маған. Не бақырасың? Сенің ішің ауырып тұрса, менің арқам ауырып тұр болда. Let's go! Құрметті көрермендер, сіздер жаңалықтарды білу үшін әртүрлі сайттарға, парақшаларға кіресіздер. Ал біздер қарапайым ауылдың балалары. Есік алдына шығамыз, Нұргүл апаның қасына отырамыз. 1 сағаттың ішінде тек ауылдың емес, бүкіл әлемнің жаңалығын біліп шығамыз. Одан бізде батарейка жемейді, мегабайт кетпейді, ал біздің Нұргүл апа безлемейді. Сіздермен бірге болған тәулік бойында әзіл сыйлауға дайын 24 сағат Орал. Орал 24 сағат командасы. Қошеметтеріңіз, достар. Рахмет. Ал енді құрметті көрермендер, қазір енді шығайын деп тұрған командаға мен толық мәліметтер беріп жіберейін. Еліміздің экономикасына үлкен үлестерін қосып, қазба байлықтарды күнде алып деген сияқты әдемі сөздерің болса бір айтып жіберші өзің. Жерінің асты кеңге, үсті өнерлілерге бай. Қарағанды облысының құрамасы, достар, қарсы алыңыздар. Жаңа жоба, көңілдер мен тапқырлар алаңының сахнасында Қарағанды облысының құрамасы. Жаңа жоба, жаңа құрым, жаңа ән тағы да орталықта біз сенің Астананы сағына. Құрметті достар, әніміздің сөзіне мән беріп отырсаңыздар, жаңа жоба, жаңа құрам дегенді біз Тұрсынбек ағамызға арнадық. Келесі орталықтан келдік, Астананы сағындық дегенді Қыдырәлі ағамызға арнадық. Ал енді мынау, ха-ха, е дегенде Ләйлә ханымға арнаймыз. Құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыздай бүгінгі ойынға қызу дайындықпен келдік. Білдіртпе. Ендеше жерлесіміз Геннадий Головкин сияқты тез бастап, тез аяқтайтын қарағандылықтар кетті! Қарағанды облыс құрамасын қарсы алыңыз. Екі жүргізуші тұрғанда неге екі хабарлаушы болмасқа? Жәнібек, ана отырған кісі кім? Ол Тұрсынбек ағамыз. Тұрсынбек ағамыз Совет үкіметінің адамы. Ой, ол кісілер не көрмеді десеңші? Не көрмеді? Бұл кісілер не көрмеді десеңші? Не көрмеді енді? Бұл кісілер түк көрмеген ғой. Енді ол кезде Instagram, Wi-Fi, интернет деген болмаған ғой. Үстел басында кездесіп қалған сусындардың әңгімесі. Есімім Кола болады. Негізі түнгі клубтарда көп жүремін. Фанта, ресторан, кафелерде жүрем. Сарыағаш, ауыл шарқ Құдай тамақты. Жәнібек, ал ана отырған кісі кім? Ол Қанат ағамыз. Тұрсынбек ағамыздың арсеналы. Қалай сонда? Қанат ағамыз мықты. Отқа салсаң жанбайды, суға салсаң батпайды. Жалпы поплывок десеші, отбасындағы жағдай. Атаңа қалады, ұлы, әкең ненде жатсың? Мен балам екен. Кез келген сауда орталықта осындай көріністерді жиі кездестіруге болады.
саған неме оны бош тез қызылы не ағы не осылардың соңғы Ал егер де дәл осы ағамыз әйелсіз келсе қалай болады екен? Алло, немене? Қандай сүт? 3-те 4, 2-де 5, бәрі де емес па? Бір сиырдың сүті ғой. Лайтс, оны қайдан аламын? Оң жақ, неменен оң жағым? Дүкеннің ба? Менің оң жағым айтшы енді. Қойшы ештеңе алмайым, келесі жолы өзіңге айналайын баласы. Қызық болады қазір щука туралы әзіл. Балықтар да емтихан тапсырады екен. О, сәлеметсіз бе щука мұғалім? Танымадым? Мен ғой киттің бауыры атуда. Щука мұғалім бағамды қойып беріңізші. Мен сені бір жыл көрмедім ғой. Мен сені бір жыл бір семестр көрмедім ғой. Щука мұғалім қойып бересің шүйді. Қалай қоям? Қоймайым, мен саған бір семестр көрмедім мен сені. Щука мұғалім қойып. Қоймайым дедім ба, қоймайым, бар құры. О, щука. Не де? Щука мұғалім. Кез келген донорлық орталықта қан тапсырған үшін шоколад беретін барлығымызға мәлім. Олай болса ауылдағы қан тапсыру орталығы. Донор орталығысыңдар ма? иә донор орталығы Сендер не қан тапсырса шоколад бересіңдер дей ма не? иә қан тапсырасың шоколад беремін Әйеліміз екеуміз кіріп шығайық та. кіріп шығыңдар кіріп шыққаннан кейін шоколад беремін Шоколад бересіңдер. Көрші Мараттікіне бара тұрайық қой, құр қол бар ұятта біраз. Темір жол басшысының өзінің жұмыскерлерінің алдындағы жылдық есеп беруі. Ал енді құрметті әріптестер, темір жолшылар, мынау біздің бюджетке түскен 20 миллион ақшаны қайда кеткенін айтайын. Көктейін мен алған жоқпын, мен бір көктейін алған жоқпын. Мен бір көктейін алған жоқпын. Астын сызып айтам, бір көктейін алған жоқпын мен. Бастаймыз. Мынау 20 миллионның 10 миллион теңгесі. Осының бәрін көтердім мен. Ал енді мынау 8 миллион теңгесін мен осындай мәселелерді шештім. Ал енді қалған 2 миллион теңгесіне мынау қалған 2 миллион теңгесін ақылдаса келе. Алло, Серік, келесі пойыз қашан? Қазір жарты сағаттан Қарағанды Жезқазған пойызы келеді. Сонда келіңдер, мен сіздерге 2 миллион туралы айтам. Құрметті көрермендер, сөз соңында. Бәрекелді, қадірменді, құрметті ағайындар, құрметті ағайын туысқандар, құрметті командалар, баршаларыңыз абырлай бермей, араларыңыздан бір-екеуіңіз сөйлесеңіздер. Қайсыларыңыздан? Үлкен сөйлесін. Бәрекелді, 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні өзіңізде. Иә, рахмет, не деймін енді. Ал Тұрсынбек, Қанат, Баянды, Қобызды жақсы ойнайды екенсіңдер, иә. Ал енді Тұрсынбек айналайын, бәріміздің басымызды қосып, мынау үлкен той жасап атсың, бүкіл адамдар жинап атсың. Рахмет, енді біз құр қол келген жоқпыз. Біздің енді айтарымыз, биылғы соғымдарың бізденен. Енді жылқы демей қойын әрі қарамал. Енді өздерің алып кетесіңдер, енді күзге қарай ма деп, бірақ күзде мал арықтау болады. Енді қысқа қарай келесіңдер ғой. Бірақ қыста жол жабық, біздің ауылға жету қиын, иә. Бір көктемге қарай ма, жоқ, көктемде мал деген көтерем болады, қыстан әзер шығады дегендей. Жазда келіңдер, иә. Бірақ жазда мал жайлауда болады ғой, иә. Енді күзге қарай келесіңдер ме? Енді біздікі атау, өздеріңдікі алу, енді қасқыр бірінші ете ма, сендер бірінші ете ма, бұйырғаны болар енді.
Қошеметтеріңіз Қарағанды құрамасы. Ал енді құрметті қаздар алқасы, сіздерге естеріңізге сала кетейік. Сайыс көріп отырған кезде ең үздік ойыншыны іздеп отырыңыздар. Бізде көп жетеді, неше түрлі номинациялар беруге болады. Дым ойнай алмай қашейін жүрген адамдарға да беріңіздер, не қылады ол? Ондай беруге болмайды. Ал енді баянды мен ортаға келесі команданы шақырайын. Қарсы алыңыздар, Тараз қаласы, Тараз 2000. Біздің сахнаға шықпағанымызға өте көп болды. Талай өзгерістеріңіз бар. Тараздан келген екенбіз, Таразға өлшенейік. Дайыр баста. Мен бастаймын. О, 75 килограмм. Әжептер тастаптың жектер, шынымен. Алдында қанша етін? 76. 1 килограмм ба? Яғни мен көрейін, ал. 92 сол баяғы. Не көтерілмейді, не түспейді. Олжас, сені көрек. Олжас. Өлшемей қойса болмайды? Болмайды, өлшену керек. Бүйтіп бір аяқпен тұрса болмайды? Болмайды, өлшену керек дейм, өлшен. Я, құдайым, аз көрісті көр. Қанша? Қанша? Мынауың прикол ғой? Қанша? 40. Қанша? 40. Я кімді жындық тұрсынан тілі бір айналып келген ғой бесін. Көңілді тапқырлар алаңы. Бұл дәл қазіргі Европадағы футбол алаңы сияқты. Неше түрлі мықты командалар жиналған. Германия құрамасы тура бір Қазақстан қалаларының құрамасы тәрізді. Ал Қостанай құрамасы тура бір Польша сияқты. Неге олай айттың? Барлығы жақсы ойнайды, бірақ халық олардың атын толық білмейді. Ал біз Исландия құрамасы сияқтымыз. 360 мың адамның намысын қорғап, Тараздан арнайы келіп отырмыз. Исландияның ұтылып қалғанын білмейтін Тараз 2000 кетті! Қайырлы кеш достар, жалғастырамыз. Мүлдем кинотеатры жоқ ауылда. Сол кезде терминатор орнынан атып тұрды да, сен маған киіміңді бер деді. Сен оны қайдан білесің, Мұрат, а? Қаладан көріп келгем. Жүріңдер, сендерге Дедпулдың киносын айтып беремін. Қарапайым жағдай, таксидің ақшасын төлемей қашып баратқан екі жігіт. Кет. Жай жүгір. Асфальт құртасын, жүгір. Жынды лақтырып кеттік таксиде. Айтпа. Төледің ба? Иә. Қыздардың суреті бар карта ойнап отқан жігіттер. Оң қиық. Менікі көтердім. Жеті қиық. Мұна вообще күшті. Менікі көтердім. Сен есің дұрыс па? Бассай оң қиықпен бар қолсынды. Сендер ойнай беріңдерші, мен суреткерім. Бассай. Біздің басымыздан өткен жағдай, Астана қаласының көшесінде адасып қалған бала. О, привет. Бәйтерек таппай жүрмін мен. Бәйтерек па? Тіке жүресіз, оңға бұрыласыз, алдыңыздан жай қалған талдар шығады, сол жерден бүйтіп айналасыз, сосын Есіл өзен тұрады. Есіл өзен не? Опа, өтесің, тура осы жерде Бәйтерек. Бүйтіп тіке жүресің, в общем, Бұдан кейін оңға бұрыламыз. Бұдан бүйтіп жай қалған талдар бар, бүйтіп айналатын жері бар. Вот содан кейін таппай қалады сияқты мен, аға. Ал бір сәтке тарихқа сүйенейік. Шыңғыс ханның 550-ге жуық әйелі болған. Сол әйелдері кезекте тұр екен. Қыздар, өтпедейші жылдам өтпедейші. Қайда? Мен Шыңғыс ханға кіремде шығам. Кезекке тұр, бізде сол кіріп шығып үшін тұрмыз ғой. Америка құрама штаттарының шекарасында болған оқиға. Жүр. Hello people, good morning. Алейкум morning. Амансың ба? Give me please open bagage.
Мистер, open багаж. Неғыл дейді? Багажды ашып көрсет деп отыр ғой. Багаж, Opel Vectra ғой. Багажда түк жоқ. Қазақтың қазысы бар. Wow, where is this холодец? Холодец емес бұл. Холодильникте тұратын қазақтың қазысы. What? Атты көрсетші маған атты. Looking. Ет. A horse meat. Молодец. Okay, next. Next. Деген не болды тағы да? Келесі шығар. Көрсет. Бұл қазақтың қамшысы. I know. Baby. Бұл ондай емес. What? What? Атты көрсетші маған. Looking. Excuse me. Okay. Next. Oh my god. Нанды көрсетші, нан. Бұл шүмек. Қалай айтсам болады? What? Алди. Baby. Justin Bieber, baby. Looking. Pampers. Oh, baby Pampers. Yeah. No. Smoking? No. No. Mister. Passport, please. Паспорт бере. Қамшы қазы алдым, паспорт алмадым мені. Қамшы қазы паспорт алмаған есі? Mister. Келсейік онда. Қазақ байшылыққа салдығы. Бізде паспорт no, қазы yes, no. Қазы? Yes. Қазы no, қамшы yes. Қамшыны сұрауды берсеш. Oh, yes, қамшы. Thank you. Welcome to America. Oh, America, welcome to. Давай. Baby. Ойын соңында жалпы баяғыда бір жауынгерлер болған екен. Ол жауынгерлер қандай шайқасқа барса да жеңіске жетіп, биік белестерден көрінетін екен. Бірақ әттеген-ай уақыт өзінкін алады. Жауынгерлер қартайып жан-жаққа шашырайды. Олардың орнын жастар басады. Бірақ бір күні бір би сол жауынгерлердің барлығын жинап, бір шайқас алаңына шақырады. Сол шайқас алаңында Ол қандай шайқас алаңы? Көңілді тапқырлар алаңы дегенім ғой. Сол алаңда Тараз 2000 өз бағын сынайды. Рахмет достар! Алдарыңызда өнер көрсеткен өзіндік ойын өрнегі бар Тараз 2000 достар. Қошеметтеріңіз. Қанат, келесі шығатын команданың мен ерекшелігіне тоқталғым келіп отыр. Алдында дайындығын байқап қалдым. Олардың әзілдері өте креативті. Олардың әзілдері Мессидің салған голдары сияқты. Рональдоның пенальтилері сияқты. Өте ұтқыр, керемет топ. Атырау облысы Батыс топ құрамасы. Қарсы алыңыздар достар. Бұл топ құрама әрдайым алда жабақта көңілді тапқырлар алаңында бейбітшілік келсін сарайында батыс ұлдары алдарында миллионды да ойнаймын күнда ойна күнді ойна күнді ойна күнді Батыстан сәлем. Өте мақтаншақ бай бала өзінің қызымен кездесуде. Good boy. Fashion boy. Не деген ақша жан? Ақша ма? Мелочь, жизнь. Асылайын ота. Не шуба, не Шуба ма? Шуба бар ғой? Қайдан алдың? Леонардо Ди Каприоның «Выжив» дейтін фильм көрдің бе? Иә. Сондағы аюдың терісі ғой, жан. Жан. Мынау не деген сағат? Мына сағат па? Нушка. Энрике Иглесистің Love My Heart дейтін клипін көрдің бе? Иә. Сонда Питбульдікі ғой, жан. Атади, жан. Шалбар қайдан ал? Шалбар ма, Жануль, шалбар деген
Justin Timberlake'in Cry My River дейтін клипін көрдің бе? Иә. Сондағы оригинал ғой, эксклюзив жан. Енді хорошо, мынауың енді. Луи Виттон болар. Мынау ма? Жоқ, мынау дейтін базардан 3200 теңгеге алғам, отандық ойным ғой. Қош? Тұрсынбек Қабатини. Кім анау? Кім? Аман шешпеймін. Қайсың өзі? Жан, осы бетіме сүйген үшін бар ғой, мен сені ұмытпайын бар ғой. Жан, мен саған ғашықпын бар ғой. Айтшы маған, кез келген нәрсені алып беремін саған. Айтшы, Жан, айтшы маған, айтшы. Жан, бар ғой, маған бар ғой. Маған Жан, мен сені түсіндім. Күт мені қазір. Жан, қазір күт. Жан. That's one small step for man. Жан, көрдің ба, сен үшін аспандағы айды алып бердім. таза бар. Сен басын жасай ма? Не болды? Маған ай емес ей. Маған айран керек қой, тақырды сынамайсың ба? Все, болды. Күштісің. Фитнеске барып жүргеніне бір апта болған бала досымен кездесуде. Ассалаумалейкум. Нұреке, қалайсыз? Дене шығып кетті өкәм, қайдан келсіз? Фитнестен келді, тренировка бар ғой. Кокаин дейіппін андай, протеин ішім ғой. Сол жайлап грудаққа үйіріп атын біріншіден. Судан кейін ба қуырдақ. Қуырдақтан кейін қолға үйіріп атын. Судан кейін 9 жылдан кейін бар ғой, аяққа үйірем. Телефон соғат тұрсын родной. Алло. Жан қайда? Алло! Сен не алмайсың трубку мана соққанда? Алло! Хорошо, Жан, люблю тебя, давай. Целевой колебось. Нұреке, не болды? Братан, негіз жүрекке өргіреккен качкина бар ғой. Қазақстанда аты шулы 91 тобындағы азамат, яғни Ези, өзінің болашақ жарына қазақтың салт дәстүрі бойынша сырға салғы барып тұр. Ал құдалар, бәрекелді, ассалаумағалейкум, үлкен той құтты болсын. Мынау қазақтың салтымен сізде қыз бар дегендей, бізде ұл бар дегендей, сіздердің қыздарыңыздың құлағына алтын сырға салуға рұқсат етіңіздер. Бәрекелді. Ал мынау қамат неге болғансыз? Ал той құтты болсын, ағайын. Тамаша, көңіл-күй тамаша, осындай бейбітшілік келісім сарайында сіздермен қауышқанымызға, көңілді тапқырлар клубында кездескенімізге қатты қуаныштымыз. Қошеметтеріңіз, Атырау облысы Батыс топ командасы. Батыс топ, достар, қошеметтеріңіз. Баян, енді мен келесі шығатын команданы өзім таныстырайын, өйткені бұлар менің жаныма жақын, бұлардың әзілін мен түсінем, жалпы не жейді, не ішеді бәрін білем. Құрмет қошеметтеріңізбен Қазақстан ауылдар құрамасы. Жас талап, концертіміз басталады. Бүгінгі мұна концертті тек қана ауылда емес, аудандық деңгейде жүргізіп жүрген Нұрлан мен Фариза басқарады. Олай болса, Қазақстанның ауыл жастарын қарсы ал, Астана!
еліміздегі мойындауымыз керек тұран тұрбатты азаматтар мен ұлы тұлғалардың барлығы ауылдан шыққан. Мәселенки елбасымыздың өзі ауылдан шыққан. Мінекей барлық әділ қазалқасы мінекей ауылдан шыққан. Жүргізушілеріміз ауылдан шыққан. Баянды Қанат міне. Қанат ауылдың ар жағындағы ауылдан шыққан. А мына екеуі сол ауылдан әлі шыға алмай жүр. Сондықтан бүкіл ауылдың халқын құрметтей отырып осы екі кісіге сөз кезегін берсек. Ал мынау не дейміз енді? Бағанадан бері алдымызда біраз командалар жақсы әзілдерін ойнап кетті. Солардың әзілдеріне қосыламыз. Періштенің құлағына шалына берсін. Аумин. Степа, өзің бір нәрсе демейсің бе? Қоя, мен не деймін, шлөкмен келе салдым ғой. Өзің айта берсей, бір үйден бір адам сөйлесе болатын шығар. Енді нәски киіп бір ниеттеніп келген екенсің, біраз айтып қойсайшы. Жарайды, мен айтайын. Негізі Қазақстанда ең сексуальный жігіттер ол ауылдың жігіттері екен. Степа, кім айтып жүр оны? Ауылдың жігіттері айтып жүр ғой. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл кем бұра. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші, алдарыңызда үнемі интрига туғызып жүретін жігіт көшеде қабыл ал Астана! Бауырым, сен тұрың таныс сияқты Казгуда оқымайсың ба? Иә, Казгуда оқимын ғой. Сен анау 3-ші курста оқиын, физфакта оқиын, Талдықорғанның қызы. Әселдің жігіті емессің ба? Иә. Алдында әселдер группасымен жиналып тауға 2-3 күнге майокке барған беді. Сен бармадың сол кезде? Дастан, осы жерде бір адушы әңгіме береді, айтып жіберсем бола ма? Иә, айт. Айту үшін келдік қой. Мынау енді ауылдан келгеннен кейін түсінбейсің де, қалада көшеде жарнамалар барлығы орысша. Сосын анау бір телефоныңа бірлік құйып алайын деп бір жерге барсаң, ана 4 бұрышты, ол да орысша. Сосын анау үйде бір телевизорыңа настройка істейін десең, ол да орысша. Көрдің бе? Настройка деген сөздің өзі орысша. Содан кейін анау бір ақшалайын деп банкоматқа барасың, ол да орысша. Қазақшасы бар, бірақ оны түсінбейсің. Орысша ыңғайлы да бізге. Менің айтайын деген біздің қазақ тілі қайда кетіп бара жатыр. Как будто қазақ тілі Мұхтар Шахан екеумізге ал керек сияқты. Үшеумізге. Сенде бар, үшеумізге ғана керек сияқты. Антош, тоқта, бұндай әңгіме сценарийде жоқ еді ғой? Жоқ, бұның сценарий қатысы жоқ, сценарийді алып тастайсыңдар, адушы әңгіме ғой бұл жер. Мал келетін уақыт таяп қалды. Концертіміз осымен аяқталды. Қазақстан ауылдарының құрамасы, мал жандарыңыз аман болсын. Ауылға жүрерсің, менімен барасың ба, куә боп өмірдің ағымен қарасың. Қазақстан ауылдар құрамасы, ауылдың аты ауыл қанша дегенмен қошемет ұрып қойыңыздар. Ауылдың аты ауыл дейсің, Қанат. Астананың аты Астана. Келесі команда Астана құрамасы достар, қошеметтеп қарсы алайық. Алда арман жол, көтіп ата таңдар мол, ешқашан сен мұңайма. Өзгеше бол ұқсама, еліктеме ешкімге, өз өзіңді жоғалтпа. Көңіліңді көтеріп жүр қашанда сен, айналаңды қызықтырып өнеріңмен, бізге қолды серме
Достар, бұйырса келесі жылы Астанада дүбірлі той Экспо 2017 жоспар бойынша сырттан 5 миллиондай турист келмекші екен. Сәлем. Сәлем. Hello. Welcome to Kazakhstan. Қош көрдік, қалайсыздар, жақсыздар ма? Сіздер қазақша білесіздер ма? Әрине. Қай жақтан келдіңіздер? Францияда қазақ тіл пән мұғалімімін мен. Қызық екен, ана кісі кім? Оқушым Антуан. Сәлем, Гризман. Кәдімгідей Франция мемлекет сіздерге ақша төлеп қазақ тілін үйретті деп айта ма? Жоғы, мемлекет ақша төлейтін болсын, мынандай бола ма? Сәлем. Жалпы Астана қалай екен? Ұнап жатыр ма? Астана керемет енді. Астана өте керемет қала. Бірақ бір нәрсе ұнамай қалды бізге. Не ол? Сіздерде бір түрлі иіс бар екен, андай. Бір түрлі иіс енді ана. Сіздер соны сездіңіздер ма? Иә? Сіздер бақыттысыздар. Ол деген бақыт иісі. Оны кез келген адам сезе бермейді. Акимат мүлдем сезбейді ол иісі тіпті. Ей, ол иіс мұрынға келген кезде тілек тілеу керек. Қандай тілек тілеу керек? Осы иіс кетсе екен. Мен сосын тағы да байқағаным, Астанада жаңбыр жауса, Жер көгерер. Жаңбыр жауады ғой Астанада. Жолдарыңызда андай су жиналып, көл болып қалады екен да? Сіздерде ше? Бізде ондай жоқ. Бізде арық бар, арнайы сумен су ағып кетеді кәдімгідей. Сырап қан. Сәлем. Жоқ, мен түсінбедім. Сәлем дейді. Сәлемнен басқа сөз білмей ма? Біледі. Антуан, жоғуалевей. Мен Казахстанға сәлем. Ештен етпейді, сендердің эксполарың бітем дегенше бұл да қазақша үйреніп алады. Сәлем. Достар, Астана қаласында туристер көшінің басы көрінді. Дастархандарыңызды жайып отырыңыздар. Қарсаңыздар сынықшының қабылдауында. Ай! Енді мойныңызды абайлап жүріңіз, яман ол. Жалпы адамдарды бір ғана сөзбен қуантуға болады, базарда. Жоқ, бауырым, сен тағы айтшы маған. Мынау үлкен. Тағы айтшы бауырым. Түсінбейсің, мына киім саған үлкен. Достар, бірінші қыркүйек алғашқы қоңырау. Жоғары сыныптың оқушысы, бірінші сыныптың оқушысын иығына көтеріп қоңырау соқтырады. Бірақ бір қызығы, биыл директордың немересі бірінші сыныпқа келіпті. Сен бұлай мектепті айналып өзің бүйтіп ұрып шықсаң да болады ғой негізі. Қойшы, ата айтты ғой, көтеріп шығады. Атаға айтамын мен. Айтпа, көтерем. Алло, жедел жәрдем ба? 43-ші мектептің алдына жібересіздер ма? Не болған? Бетон құлаған үстіне. Парашютистің отбасында. Анашым, жаңа мектепке барам ғой. Сөйтіп сумкым тартып басам, парашют шығады. Әкем екеуміздің сумкымыз ауысып кетті. Әке, сізге не болған? Парашютті бір тартам, математика кітабы шығады. Екінші рет тартам, биология кітабы шығады. Үшінші рет тартам, күнделігің шығады. Сен сабақ оқымайды екенсің ғой, 2 алыпсың бұл кеше. Әр жағын қарасаңшы, әдебиет кітаптан 5 алғанмын ғой. Үлгірмей қалдым.
Экспо кезінде ағылшын тілін білетін таксистерге күніне 10 мың теңге сыйақы береткен. Сонымен тіл үйрену курсында. Good morning, children. Good morning, teacher. Ой, жарайсыңдар. Ағылшынша үйреніп келе жатсыңдар. Бүгін енді жаңа сабақ. Сандар жайлы өтеміз. О, yes. Сен қайтала. 500. 500. 500. 500. 500. 700. 700. 700. 700. 700. 500. 700. 500. 700. Ой, 500. Бауырым, ол жерге дейін 700. мына мұғалім деймін да, аэропорттан шетелдің адамын алып келе жатқан кезде, алдыңнан бір адам қол көтерген кезде осыны алып кетуге бола ма дегеннің ағылшыншасы қандай? Ей, қалай түсінбейсіңдер? Бұл деген мәдениетсіздік қой. Өзін алдың ба, өзін апарып тастаса, не адам алу керек па обязательно? Сіз қазақша айтып отырсыз ғой? Ей, осындай нәрсе болмас үшін алдын ала тәжірибе жасаймыз. Сен таксист боласың. Мен шетелдің азаматы боламын. Түсінің ба? Кет. Hello. Hello. Do you speak English? Yes, yes. Oh, good. Go to Kirwin and the King Starr Street and the airport. 700. 700. What? 700 and 700. Жоқ, сен өзің түсініп тұрсың ба? Не айтып тұрған? Не айтып отырсың сен? 700 and 700 деген не ол? Енді ағай 1400 дегенді өткен жоқпыз ғой біз әлі. Жоқ, мен ағай түсінбедім менше. Не? Біз неге ағылшынша үйреніп жатырмыз? Мен мысалы шетелге баратын болсам, сол тіл, сол халықтың тілін үйреніп барам ғой мен. Неге қазақша үйреніп келмейді? Жоқ, Әділбек, дұрыс қой. Олар қазақша үйреніп келсе, саған күніне 10 мың теңге ақша кім береді? Welcome to Kazakhstan. My name is Adilbek. I am taxi. Құрметті достар, 1889 жылы Экспо көрмесінің аясында Париж қаласында Эйфель мұнарасы бой көтерді. Бұл ескерткіш салудың идеясының авторы Франсуа Эйфель есімді кісі. Ал 2017 жылы Астана қаласында, бәріңіз көрдіңіздер, мүмкін шар тәріздес үлкен алюминий купол салынбақ. Бұның авторы Тұрсынбек Қабатов. Бір қошемет ұрып қойыңыздар. Қалай Тұрсынбек Қабатов? Тұрсынбек Қабатов өнердің адамы, оның идеяның авторы архитектор болу керек. Ей, Тұрсынбек Қабатов! 2012 жыл бұл жоба бекітілді, мөр басылды. Тұрсынбек Қабатов 2010 жылы бекітіп қойған оны. Сенбейсің ба? Сенбеймін. Экранға назар аударыңдар. Надо что-то посерьезнее, как Эйфелева башня, как Кремль, а у нас светящийся алюминиевый шар. Подожди, какой еще шар? Вот видишь, заинтересовался. Может, построим светящий алюминиевый шар? Міне Тұрсынбек Қабатов. Рахмет, ізгі ниетпен Астана құрамасы. Қошеметтеріңіз достар, Астана құрамасы! Ал енді келесі команданы ортаға шақырайық. Сіздердің құрмет қошеметтеріңіз, айқайларыңыз ол кісілерге өте ерекше болады. Өйткені ол команданың арманы бөлек, талғамы басқа, болжамы асқақ. Шымкент қаласы Ю жандарым. Ю жандарым. Соқтанып тұрып жанарым, сұрама неге қарадым, солай қарарым, отыздан асып барамын. Құрметті қазақстандықтар, құрметті астаналықтар, Оңтүстік Қазақстан облысынан сыйлық алып келдік. Сахнаға сыйлық! Рух ал қошаметпен.
осыны айт. Мен осы сыйлыққа арзамын. Мынау не жігіттер? Қайық! Осы астаналықтарға міндетті түрде 2 көлік қажет. Біреуі жаңбыр жауғанда мінетін, екінші жаңбыр жауғанда мінетін. Немене береді? Қап-қара, не но? Қанеке, мода ғой мода, Инстаграмнан үйреніп алам ғой. Ол жерде крем, маска ғой, смала жағып алыпсың ғой сен. Қанеке, осы сіздер, сіз сияқтың кесірінен бар ғой, мынау сияқты, ана сияқты алады, мен сияқты ойлап қалады. Не айттың? Мен ештеңе білмеймін, кеттім мен. Қақа? Няқа? Няқа емес, мяқа қарай барайық. Аняқа, мыняқа дей бермеңдерші. Бәріміз аняқа кет. Перзентханада болған оқиға. Осандың ба? Иә, Көзі маған ұқсай ма? ұқсайды. Мұрны ше? Саған ұқсайды мұрны да. Аяғы ше? Барлық жер саған ұқсайды. Тезірек кетші, қазір күйеуім келіп қалады. Қоғамдық көлік автобуста болған жағдай. Мына қара, қызбен танысуды менен үйрен. Мен баяғыда КВН ойнап жүрген кезден бастап өзім формулаларым бар қызбен таныс. Мін қара, қызбен таныс. Көрек. Қарындас. Ата отырыңыз. Мынау қазақ футболының деңгейі неге төмен екен деп ұзақ тексердік. Сонымен тамашалаңыздар. Мінеке метрлік айып добын соғуға дайындалып тұрмыз. Мінеке құрметті көрермендер, не деген мүмкіндік, не деген керемет сәт. Бұндай сәттер ешқашан болады. Мен қазір гол салам. Бүкіл стадион шулайды. Мені бүкіл телеарнадан көрсетеді. Мен жарық жұлдызға айналам. Инстаграмда подписчиктерім көбейеді. Әкім өз қабылдауына шақырады. Маған үй, машина сыйлайды. Мен бай болам. Мен өзім туралы кино түсірем, театр ашам. Нюша, мен өлең айтам. Мен депутаттыққа түсем. Бүкіл тендердің бәрін өзім ұтам. Сосын прокуратура артынан түседі. Қанымнан допинг табады. Сотталам, одан да қисық тебем. Бізде Шымкентте қыздар тұрмысқа шығу үшін ағаларынан рұқсат сұрайды. Жаным, қалай етсем екен? Мен ағаларым рұқсат бермеді. Ағаларың? Иә. Мен де ақмақ екенмін, сені бар рұқсат сұратып жүрген. Шақыршы ағаларың бар ғой. Алдыма келсе дұғы түсіп кетеді ғой. Талай ағалар келген алдыма. Талай ағалар келгенде бар ғой. Алдыма келіп, айтпадың ғой, сөйлесіп отыр, қоя тұршы. Талай ағалар. Менің ағаларым ғой. Мыналар ма? Иә. Дәу ғой. Айтпайсың, дәуді туған ағаларым бар деп. Ассалаумағалейкум аға. Ассалаумағалейкум аға. Ассалаумағалейкум, рахметтуллахи ва баракатух аға. Не деген әдемі, аппақ, тап-таза, лақ сияқты ағалар. Айтпайсың ба? Бақшы, бар қарындасым ана жаққа өзім сөйлесін. Кетпей қойсыншы аға. Бар. Аға. Аға деген өмір кені, жер кені. Аға деген өмірдің ең үлкені. Жіркені, берге бер. Дух дедің ба, не дедің жаңа? Кім? Сен? Духи дедің, духи. Қарындасыма духи әперген мен. Неде өтірік айтып тұрсың? Аға, мен оразам. Мен ұруға болмайды. Ораза бітіп қойды ғой? Былтырғы алдыңғы жыл қарыздарым бар ғой. Солардың бәрін өтемесе болмайды екен ғой. Ергеш, не деп отырсың? Не өтірік соғып отырсың, а? Аға, мен аурумын. Мен кішкене кезімнен томпақ болғамда, ауырып азап кеткемді. Сөйтіп дамымға маған қойысып, сөйтіп 3-ші класстан кейін анам больницаға апарып, сөйтіп больницаға жатып шыққан қағаздарым бар. Сенбесеңіздер сұрап алдыра салам. Алам мама, 3-ші класстан кейін больницаға қағаздары бар ма? Қазір келіп отыр, барып қайта салайын.
Жасың қаншада? 128-те. Қаншаусыңдар? 5-міз. Аттарың кім? 91. Мамина. Қазақ шоу бизнесі күннен күнге кереметті тұлғалардың есімдерімен көркейіп келеді. Мысалы, Тұрсынбек, Қабатов Тұрсынбек. Қыдырәлі Қарақат. Нұрлан Қоянбаев пен. Дәл осындай керемет есімдердің қатарына тағы да жаңа есім келіп қосылды. Сонымен біздің есімдерімізді жақсылап жаттап алыңыздар. Құрметті көрермендер, қошеметтеріңіз Ю Жандарм командасы тәжірибелі ойыншылардан құралған. Біздің эрамызға дейін орта ғасырлардың басында өнер көрсетіп, біз о кезде жоқпыз. Қошеметтеріңіз. Ю Жандарм. Жаңа сіздердің алдарыңызда Қазақстан ауылдар құрамасы өнерін көрсеткен болатын. Енді бір тамаша құрама нағыз қалада тұратындардың жақсы көретін командасы. Қазақстан қалалар құрамасы. As soon as the beat is felt, I'm ready to go. Қайырлы кеш Астана! Алдарыңызда Қазақстан қалалар құрамасы. Атымыз айтып тұрғаннан кейін, енді Қазақстан қалалар құрамасы дегеннен кейін, әр қайсымыз әр қаланың өкісін желбіретіп келіп отырған жайымыз бар. Кім қай қаланың өкісін желбіретіп келіп отыр, айтыл. Қызылорда менің мекенім. Жаным, күріштерім отырсыңдар ма? Қызылорда менің мекенім, туған жерім менің. Желбіретіп келдім жалауын, жел тұрған кезде желбірейді мәңгілік неге? Мынау қызсын бермеген бәле ғой мынау. Енді Ақтауда желбірейтін өкі жоқ бізде. Бізде теңіз бар. Толқиымыз. Сосын тасыймыз. Көрініп тұр таситының айналайын, я. Көрініп тұр. Мен Алматыданмын. Алматыдан? Алматы білесіңдер мәдениеттің символы. Алатаудың символы, өнердің символы, алманың символы. Бәрін символы қылапсыңдар да сендердегі бір. Мына басқа қалаларға да қалдырсай символ кішкене. Біз енді елбасы осы. Ақорда, астанамыз біз. Бәзе көрініп тұр үстінде новый форма ғой. Сен бәрімізге тиісіп тұрсың. Өзің қай қаладасың? Шымкентте туылғанмын. Таразда тұрамын. Астанада жүрмін. Қай қала бересіңдер? Сүйкенбейтін шығарсың. Алматыға сүйкен алмаймыз қазір. Сүйкендірмейді бұлар. Астанаға да сүйкен алмайсың. Кімге сүйкенеміз өзі? Өзіме сүйкене берші, өзіме. Осы бейшара бәріне ойнады Қызылорда, келші айналайын. Нема? Қай қаладан келдің? Қай жақтан келдің? Мен шаһардан келдім. Не дейді? Шаһарды көріп келе жатқан адаммын. Ойбай, Жетісайдан келмей айтасың. Түрің Жетісай болып тұр ғой айналайын. Бұндай бренд тұрды айналайын. Жерде жатқан түр жоқ. Мына сумканы ұста. Бұда не бар өзі? Бұл сумканың ішінде әрқайсының көкейлерінде жүрген сұрақ бар. Оны маған неғып бересің, Астанаға берсей ме? Оны арық шетке берсейші, шетіндерге берсейші. Так, халыққа көрсетіп ұстап тұр, бір қызық болсын. Қолыңды ашып жақсылап ұстап тұр. Сен бейті соны ұстап шықпачы, қызық болсын. Мынау жақсының жақсылығын айт, нұры тасы дейді, жаманның жамандығын айт, құты қашсын дейді. Жаманда. Құтың қашыр, жаманда. Алдына шығарып жаманда халық. Жаманда, сен жаманда. Жамандауға жоқ мен сен жаманда. Бірақ мұндайлар жамандауға болмайды ау. Бұларды жамандасаң, бұлар өседі. Бұлар, не істедік? 91-ді өзіміз жамандап, өзіміз қит қылдық қой. Аяғының азаматтары мақтасаң марқайып өсетін еді, қазіргілерге жамандасаң жағатын болған. Бұлар құрбақа сияқты ұрған сайын ісінетін. Құрбақан қате ау. Құрбақан қате ау. Мақыл.
Айттым ғой, тиіспе. Тиіспе. Өз күшімен көтерілсін. Иә, жүре берсін. Ешкімге тиіспейтін халықпыз ғой. Біз қазақ деген мал баққан елміз дейді. Ешкімге соқтығыспай жай жатқан елміз дейді. Біз қазақ деген қайраттанса қасқырды құйрықтанып қазық қылып қаққан елміз дейді. Айбаттанса арыстанды алқымнан ұсып алаша қылып астымызға басқан елміз. Браконьер. Сендер шындансаңдар өштеріңді аңқұстан алады екенсіңдер да? Аңқұстан амағанда соны адамдар естіп жатыр дейсің ба? Қанша мұңыңды айтсаң да бермейді барлығы пәтер олар ішкен. Жаңағы сумканың ішіндегі сұрақ осы. Музыкаңа база жоқ інім сыйлап қойып отқан. Болашақ бүгіннен басталады дейді. Сендер болашақты бүгіннен бастай беріңдер. Қазір сағат 10-12-ге дейін бастап кетіңдер. Сіз ше? Ай, мен енді таңғы салқынмен ертең бастармын да бір. Болмаса кешке қарай. Сендер ма мынаған бір сумка жауабы жоқ сұрақтар беріп жүрген? Біз. Кішкене адам сұрақ беріп жүрген кезде қарынмен емес баспен ойланатын адамға береді ғой. Мынаның ішінде мен біраз сұрақтарды оқыдым да. Ішінде бір бауыр мынандай сұрақ жіберген екен да. Әйелді ұруға бола ма дейді да. Әйелді ұруға болмайды. Өткен мынау айтатын жағдай бір қыздар көбінесе накачанный, качок, здоровый жігіттерге қызғатты. Ай, ертең ол ұрғаннан кейін де оңдырмайтын да ол. Сендер ма қаладан? Қаладан. Мен Жаңаарған ауданынанмын. Қайдан? Жаңаарған ауданынан. Сондықтан бүгіннен бастап сендер енді Жаңаарған ауданына қарасты қалаларсыңдар. Жақсы, айналайын. Олай болса, дәл осындай көңіл күймен қалалар құрамасы. Хей! Кете берсін. Тиіспе, кете берсін өзі. Нең бар? Тиіспе. Нема, Астана не істейміз? Бастаймыз? Астана айтып отыр. Бұрынғы батырларды соғыстан кейін дәл қазіргідей марапаттаса, салтанатты түрде марапаттаса қалай болады? Армысыздар, құрметті көрермендер. Үздік батыр 2016 марапаттау кешіне қош келдіңіздер. Марапаттау кешімізді бастаймыз. Диплом қазақ жоңғар шайқасында ерекше көзге түсіп, үздік қалқан ұшқыр жебе номинациясымен Қуандық батыр марапатталады. Сыйлыққа Тепал. Дәл осындай дипломмен Әбу батыр марапатталады. Сыйлыққа Фломастер. Және де қазақ жоңғар шайқасында бірнеше батырды жайратқаны үшін жоңғарлар көзайымы номинациясымен Нұрболған батыр марапатталады. Сыйлыққа DVD. Құрметті көрермендер, енді екі елдің арасына іріткі салып, бүгінгі соғысымыздың өтуіне керемет атсалысқан үшін Михон Қорқақты ортаға шақырамыз. Рахмет, іріткі салу оңай болған жоқ. Екі елдің арасында қиын болды. Бізде беріспедік, оларда беріспеді. Енді әдейі істеген жоқпын ғой. Құрметті көрермендер, бүгінгі кешімізге керемет сыйлықтар ұсынып, диплом ұсынған Абылайхан жастар қоғамдық бірлестігіне өз алғысымызды білдіреміз. Анасы баласы атқа мінсе, анасы үйде отырып тақым қысады дейді. Бүкіл Қазақстан тақым қысып отырған Қазақстан қалалар құрамасы. Ж деген сияқты. Қошеметтеріңіз Қазақстан қалалар құрамасы. Құрметті көрермендер, сіздер бағанан бері біздің қазақтардың өнерін тамашалап отырсыздар. Енді кезекті орыстарға берейік. Алматы қаласы орыстар құрама командасы. Байырғы аңызға сенетін болса, қазақтардың көзі көк, өздері ірі сары болған. Олай болса қарсы алыңыздар. Сахнада нағыз қазақ жігіттері орыстар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті Астана қаласының тұрғындары. Біз оңтүстік Астанадан келгендіктен, айтпақшы, оңтүстікке лайық сәлем бермедік пе? Айта бер. Құлақтарыңызға алтын сырға ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Мерекелеріңіз құтты болсын. Денсаулықтарыңыз қырғын болсын. Ақшаларыңыз қырғын болсын. Бәрі зың болсын. Жалпы бәрі гүл болсын. Арнайы сіздер үшін орыстар олай болса дұғыл шабалар. Ай, рахмет. Ал енді батыс Қазақстаннан сәлем серік. Айта бешеш? Кәс. Саламалейкум. Не ғой, кім қайда, не хабар болып жатыр? Жаңа ғана Каталига құтты болсын, күлкілі болсын. Мен атымнан қызыл балық және қара ауылдырық. Сау болыңдар шиш. Ай, молодец, бала. Ал енді солтүстік Қазақстаннан сәлем және береді. Добрый вечер, Казахстан! Рахмет. Ал енді танысып қояйық. Біз 4-ші жүздің өкілдеріміз. Яғни ол орыс жүз. Егер біреу бізді қазақша сұраса, біз намысымен жауап береміз. Біз түсінеміз, бірақ сөйлемейміз. Және одан артық ол сөйлейді, бірақ не сөйлегенін түсінбейді. Біз аққулақпыз. Міне. Көріп тұрмыз. Сұрақтарыңыз көп, бірақ ең өздігі, не үшін біз келдік мына жерге? Жауап береміз, Женя? Қазір ақша керек. Женя, айттым ғой саған, қазір ақша емес, қазақша керек, Қазақтар айтады ғой, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте де. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарының тілінбей. Көп сөз, боқсыз. Міне енді көріп отырсыздар, мен осы командада ең нағыз қазақпын. Ой, Семен, сен андай әңгімені қойш. Мен арамызда нағыз қазақпын. Қой, дәлелдер бар ма? Әрине бар. Мен нағыз қазақпын. Менің үйімде қазаққа керек барлығы бар. Не ол? Қазы, қарта, қымыз, шубат, жалжая, ірімшік, құрт, май, бәрі бар, бірақ мен оны жемеймін. Неге? Қонақтарға ғой. Ой. Ассалаумалейкум, жігіттер. Кешіріңіздер, кешігіп қалдым. Қойы? Правильно сказал сейчас. Правильно. Бауырым, сен кімсің? Ал сендер кімсіңдер? Мысал үшін, мен Семен, Секе, Женя, Жеке, Сергей, Секе, сен кімсің? Мен есімім Хулио. Хулио мырза боласың оны. Жігіттер, күлмендер. Шынын айтқанда, мен нағыз қазақпын. Қойық, кім айты оны? Мінеке, экранға назар аударыңыз. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, қазақта қара деген сөз қасиеті ұғымды білдіреді. Арманыңа жеткізген. Сен онша қара емессің, қазақтың қара балаларына ұқсайсың. Күйеу баламын, қазақтың боламын. Не дейсіңдер? Шейк, өзіміз ғой? Көп рахмет. Ал енді, не дейміз енді? Мысал үшін мен орыспын. Міне, америкалық. Міне, Сергей, ол украинец. Женя, ол метис. Қалай ол? Украинец пен орыс. Енді тек қана Қазақстанда біз ортақ тілімізді таптық.
яғни ол қазақ тілі. Молодец бала. Рахмет, сіздермен бірге болған Орыстар шоу. Алматы қаласы Орыстар шоу. Қошеметтеріңіз достар. Келесі команданы ары қарай. Былай істейік, о команда мен командайын, хабарлап жүрейін. Махаббатпен хабарлау керек о команданы. Махаббатпен? Бұл команданың ағаларының өзі өте талантты болатын. Олар үнемі ағаларына қарап өсіп келе жатыр. Өте дарынды, талантты жігіттер. Қарсы алыңыздар, Қызылорда қаласы, Қорқыт құрамасы. Астана қаласы көңілді тапқырлар алаңы. Бұл Қызылорда қаласы. Бұл бәрі жаңа, бұл жаңа лига. Тек қана үздік топтар қатысады ма? Көрерменге әдемі көңіл күй сыйла. Себебі бұл жаңа, жаңа лига. Армысың Астана! Құрметті көрермендер, негізі біздің осы көңілді тапқырлар алаңында өнер көрсетіп жатқанымыздың өзі бір жетістік. Дұрыс айтасың, жетістік. Жетіскен екенсіңдер. Қалайсыңдар? Қалайсыңдар не сенің айналайын 2 күннен бері дайындықта жүрсің. Дайындықта жоқсың. Қайда жүрсің, а? Я ұялы телефоныңды алмайсың. Я WhatsApp-қа жазбайсың. Қайда жүрсің? Ой, маған қазір WhatsApp-қа кіруге болмайды. Простой телефон ұстап жүрмін. Не үшін? Қазір андай заң шықты. Мемлекеттік қызметкерлерге жұмыс орнында отырып смартфон, телефон ұстауға болмайды. Сонда қайда жұмыс істеп жатсың? Акимат. Сон. Қан шатыр. Бәйтерек мега түсетіндер бар ма? Ей, не болды? Бейім жоғалтып алдым. Тағы жоғалтып алдым ба? Жаңағаны бар тұғын Не деген адамсың сен? Жаңа ғана сахнада шығайын деп тұрған кезде бар еді ғой? Түс алды ма? Не деген адам? Мен саған не айттым, а? Не айттым? Не айттым мен саған? Бейімді жоғалтып алып сахнаға шығатын кезде. Не? Жаңа бейші бала қайда кетіп қалды? Астана сыр елінің өнерлі жастарын қарсы! Сонымен әзілдерге кезек берейік. Алғашқы әзіл бір үйдің егіз қызын алған екі жігіт. Не істеді не? Бажа байқамай қалып, артынан қараса менің әйеліме аумайды ғой. Не сөйлесің? Дәл осындай жағдай сіздердің де бастарыңыздан өткен шығар. Базар жоғы. Базар жоғы. Күні кеше ғана отбасын құрған жас жұбайлар үйінде. Өз күте берем ба? Бассаңшы. Біртүрлігі өзің бастай берші. Қыз басымен қалай бастаймын? Бассаңшы. Бұрын соң бастап көрмеген кезім біртүрлі екенді, білсең бастай берші өзің. Ойбай, үйдің отағасы өзің ғой, бассай. Ой, қоймадың ғой, бастасам бастай ас болсын. Қымбат достар, келесі әзілге біз қиялға ерік бердік. Көз алдарыңызға елестетіп көріңіздер, автокөліктердің үйлену тойы. Армысыздар, құрметті тойшыл қауым. Бүгін мінекей көптен күткен ұлы той Ақ Хаммердің радиаторы жарылған күн. Олай болса, уақытты созбай, барлығымыз орнымыздан тұрып, рөлді бұрып, скорсқа салып, ручникті тартып, жас жұбайларды қарсы алайық. Осы өмірге олайып оқты жағып, келеді екі жас топты жарып. Мінекей жас жұбайларымыз да ортамызға келді. Құрметті тойшыл қауым, алдарыңыздағы бензин сәлеркеден ішіп отырыңыздар. Еді мына іштегенге екеуін араластырып ішіп тырылдап кетіп жүрмеңіздер. Құрметті Мерс мырза, сіз Тико ханымды өзіңіздің жарыңыз етіп алуға және Тикодан басқа машиналардың капотын ашпауға келісесіз ба? Иә.
Рахмет. Тихомен таңың атады, тихомен күнің батады. Кей кездері балдарың Опельге ұқсап жатады демекші. Опель ханым, сіз Мерс мырзаның жары болуға және де Мерс мырза тойға барып, өшіп қалған жағдайда сүйреп алып қайтуға келісесіз ба? Келісем. Бәрекелді. Ал енді нүкте емес үтір дейміз. Бұны мен сөз кезегін бітірмейміз. 2 жасқа ақ тілегін арнап келген Гелик құданың барына шүкір дейміз деп ортаға Гелимваген құданы шақырайық. Ана таксист бала рахмет тілек беріп атқаныңа. Мына машиналар бақытты болсын дейміз енді. Айналайын Мерседес күйі бала, Тиконай. Бұрын Тиконай дейді деген бүгін бой жетіп Тико болып атсың ғой. Бақытты болыңдар. Мына машина болғаннан кейін ходок қысылдырамай тұрмайды дейді. Мына ойлы шықырлы жермен емес, дүзу жермен жүрсеңдер бәрі жақсы болады айналайын. Сосын мына күйі бала айтарым бір ақылым, қазақта сөз бар. Машинаның еркегі гараждан 40 километр шыққаннан кейін бойдақтығын ұмытады деген. Сен көшеде жүргенде көрінген машинаға сигнал беріп, маргат етіп, жол сұрап жүре бермей айналайын. Абайлап біреуің бамперін сызып кетіп, камераға түсіп үйіңе қырғын болып жүрмесін. Бұлайша Тиконы майсуын ауыстырып уақытында қарасаң, бұл да жақсы машина, экономичный. Сыйлық енді, сыйлық жағын. Сыйлық жағын. Иә, енді объемыңа қарай көсілесің деген. Бізде асып бара ештеңеміз жоқ. Жастарға сыйлығымыз бар. Күйеу балаға түнде қыдырсын деп, семьямыздың атымыздан 20 литр талон. Ал қызымызға норковый баллон. Бәрекелді. Олай болса жас жұбайлар гаражға, қалғанымыз базарға. Неге? Глушителің тасқа еге. Құрметті көрермендер, негізінде Қазақстандағы ең шыдамды халық ол Қызылордада тұрады екен. Неге десеңіздер, бізде қыста күн қатты суық болады. Жел соғады, жел сүйегінен өтіп кетеді. Ал жазда керісінше күн өте қатты ыстық болады. 50 градусқа дейін барады. Басқа облыстарда күн төбеңнен түссе, бізден төбеңнен түскен күн жерге шегеғымға түсіп, шегеғымнан қайтадан өзіңе түсіп, бізге күн екі жақтан түседі. Ол ештеңе емес, бізде уран шығады. Уран ештеңе емес, бізде ракета ұшады. Ол кейде ұша алмай қалып, қайтадан жерге құлап, гептел шығады. Ол гептелді құрту үшін аспаннан жаңбыр жауады. Жаңбыр жауғаннан кейін жер батпақ, лай, балшық болады. Біз соның бәріне шыдап келе жатырмыз. Біз шыдай береміз. Біз Қызылордадан көшпейміз. Өйткені біздің жалақымызға 30% экологический қосылады. Экологическийді 30 мың деп түсініп жүрген Қызылорда құрамасы кездесеміз. Қызылорда облысы Қорқыт құрамасы. Қошеметтеріңіз достар. Бүгін біраз құрамалардың өнерін тамашаладыңыздар. Қалалар құрамасы, ауылдар құрамасы, әр өңірден келген облыстар құрамасы. Енді солардың ішіндегі ерекшесі аудан құрамасы. Қарсы алыңыздар, Арал ауданы, Арал ас. Аралар. Отпайыз экологический жақтан келіп тұр, қошеметтеріңіз! Бәргелді, құрметті астаналықтар, мерекелеріңіз құтты болсын. Дәл сондай мереке бізде де болып жатыр, құрметті достар. Неге? Себебі біздің командадағы Ақылбектің бүгін туған күні. Данияр, менің туған күнім екенін халық айтпай-ақ қой. Неге? Сюрприз болсын. Дұрыс айтады аға. Құрметті көрермендер, сіздер білмейсіздер біздің команда Ақылбектің туған күні қашан екенін, Сол ендеше құрметті көрермендер, біз мынау Ақылбекке айтпай, Ақылбек негізі өмірде тортты жақсы көреді. Сондықтан да біз Ақылбекке айтпай торт сатып алған болатынбыз. Ақылбекке сюрприз болсын деп. Ендеше Ақылбек, біз саған торт сатып алдық. Көзіңді жұм, газина жерге әкелеміз. Бұл не дегенде соны табуың керек, түсіндің бе? Жақсы. Не әкелдіңдер? Ей, абай, есің дұрыс па, сен мына жерде тұруың керек қой, бірден тортты беруге ыңғайлы болмай ма? Қуасың ба, қасында тұрсаң торт екенін біліп қоймай ма? Бәрекет, көзіңді жұм. Бер. Не бұл Ақылбек? Айфон шығар. Жоқ, аяқтағы айфон. Болмаса класс жетекші.
класс жетекші фөф. Я болмаса Уругвай. Уругвай? Я қойшы Ақылбек, қаяқтағы көзіңді аш. Менің торт жақсы көретін қаяқтан білесің де сендер. Ей, барлығы күліп отыратын жасыл, сен нақ күлмей тұрсың. Осы күлкілі не? Мен түсінбеймін мына КТА, КВН дегендерінде. Мен мысалы драма театр актермын. Бізде жарық бар, сахна, декорация, драматургия, режиссердің шешімі бар, кульминация бар, режиссердің шешімі бар. Бізде тек көрермен жоқ. Көрерменге ойнағым келеді ағайын. Көрерменге ақтып тұр ғой енді. Ендеше құрметті достар, бізге келдер, бізде прикол жетеді дейтін ағаларымыздың барлығының әзін алып өттірік. Ендеше қошеметтеріңіз ара! Бізде Арал қаласында тойдан кейін осындай келеңсіз жағдайлар болып тұрады. Құда не болды? Бала тек кетті. Кімдер? Талпа тек кетті. Кімдер тек кетті? Кімдер тек кетті? Мен аяқ киіміміздің көріпсің ба? Иә? Нұржан 88-дегі. Нұржан? Мынау Даука. Көрдің ба? Топыржан дос мынау төгіп кеткен. Көрдің ба? Мынау Әтөк, міне көрдің ба? Әтөк, иә? Әтөк қызын тастамайды екен қасынан, иә? Неге? Тақаныңызын көрдің ба? Ауырып тұр, не жер ба? Балалық үйінің ұрлығы жатпас дейді, сонымен бір отбасыда. Алло? Кімді? Папаны? Папа, Папа деп атыр. Папа деп қояды, иә? Мен жоқ деп айт дейді. Мені жоқ деп айт деп атыр, папа. Папа, өзің айтшы ма, жоқ екеніңді. Алло, Бәке, ассаламу алейкум. Қалайсыз, жақсы ба? Амансың? Я кетіп қалып едім ғой бір аптаға. Иә, 5 күн болды ғой шығып кеткенім. Бәке, несіне отырып айтамын, мен үйде емеспін деп кетіп қалдым. Сенбесең, мен әйелімнен сұраңыз, мен Гуля ма? Сенбей жатыр маған? Дада Қайреке, иә, сәлем берді. Қалайсыз? Бір апта болды жұмысқа кетіп қалғанына. Ақа шығып кетті, үйде жоқ. Үйде жоқ, қанша болды кетіп қалғаныңа сен? Мен бір апта болды шығып кеткенім, үйде жоқпын ғой. Бір апта болды ма шығып кеткен, е? Бір апта болды үйден шығып кеткенім жоқ. Рас айтам, өзі айтып тұр, сенбесең, бір апта болды шығып кеткенде деп тұр, өзі айтып тұр, Аха, кетіп қалды деймін. Маған сенбеген ес, аха. Адамды өтірікші қылып біттің сен кәдімгі. Біз жақта, яғни Арал қаласында кешкілік осындай жағдайлар кездеседі. Бауырым, мен саған айттым ба конкретно? Братандар сөйлеседі дедім ба? Айттым ба? Мен братандарымды әкетті. Әртүршеші, братан. Братандарымды әкетті тұрмын яқта. Сен братандарың қайда? Мен бұдан басқа братаным жоқ. Мынау де үлкен кісі емес пе? Нағашы братан ғой. Қайда? Көкелерім, айналайын қазақтың балдарсыңдар ғой, неғыл деп тұр мынау? Аға! Аға, конкретно өр ғой? Өз допускать етіп қойды. Допускать еді ма, орнына қойып тастау керек конкретно. Қой, жай. Жай аға, не болды? Жай. Балам, мен операция істеген мына жеріме, соны нағып тұрмын кішкене. Айтпесе бәрің бітсін. Қойыңдар. Допускать етіп қойды, орнына қойып тастасын. Допускайды қай жерге алып кетіп едің сен? Алған жоқ қой мен допускайды. Біреудің допускайына тиме деймін ғой сендерге. Не деген бәлесіңдер? Допускай деп допускайларын алып кетіп. Алған жоқ. Ондай ала жіпті аттайтындай бала емес едің. Не, қазақтың балдары емесіңдер ма? Бір-бірлерін төмпештеп, ба? Аға, дей бермесін. Қой, өйтіп шедірейме маған. Ой, шедірей, лето. Сен өйтіп маған шедірейме деймін бала. Аға деме, мен сен әкеңмен құрдас адаммын. Сен Бақытбектің баласысың ғой? Бақыт дейсің, құрдасың ба дейм? Құрдасым? Параллел кластасың ғой менің деген. Бақытбек қандай адам, Бақытбек деген мектепті қызылмен бітірген адам. Сен не маған әкең деп тұрсың? Әкең деген қандай үлгілі азамат? Ол үйған отбасыдан шығып отырсың, сен білесің ба? Сенің шешең қандай адам, Қандай тәрбиелі, өнегелі отбасына қайдан шыққан бәлесің сен? Мынандай бала шығады деп мен мүлдем ойбай жағамды ұстадым. Не кескінің мынау, Ойбай, мынау. Жатсаңсың ғой, братчике, кеттік.
Құрметті достар, сөз соңында. Негізі, Данияр, сен ана жеңіспекті естің ба? не болды Жеңіспек? Астанаға барып көтеріліп кетті ғой. Қош? Шамалы ауыратын бар еді ғой. Құрметті астаналықтар, егер де сіздер Астанада WhatsApp-тан, Instagram-нан, VK-дан, жалпы әлеуметтік желіден шаршап кетсеңіздер, біздің Арал қаласына келіңіздер. Соткаларын тартып аламыз, надо будет. Рахмет, Астана! Құрметті көрермендер, міне осымен 12 сайыстан тұратын біздің КТА жобамыздың алғашқы сәлемдесуі аяқталды. Сәлемдесуге қатысқан барлық командаларды сахна төріне шақырамыз. Қошеметтеріңіз, достар! Семей қаласы, Қостанай, Орал, Қарағанды, Тараз, Атырау, Қазақстан ауылдары, Астана қаласы, Шымкент, Қазақстан қалалары, Алматы, Орыстар, Қызылорда және Арал командалары неге сіздердің алдарыңызға тұр, қошеметтеріңіз. Құрметті телекөрермендер, біздің әділ қазылар алқасы бүгінгі тамаша ойынға әділ бағасын беретін болады. Сондай-ақ бүгін ерекше көзге түскен үздік ойыншы, үздік актер де өзінің жүлдесін алатын болады, және де үздік ойнаған командаға КТА үздігі кубогы, кіші кубогы табысталатын болады. Біз сөз кезегін әділ қазылар алқасына ұсынамыз. Қошеметтеріңіз, достар, мына сахнада тұрған барша осы 13 командаға өте керемет. Бұл енді алғашқы жаңадан жоба, тың жоба, сондықтан да міне алғашқы ойындары құтты болсын дегіміз келеді. Бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген қалаларға. Енді бір командаға біз енді қазір сыйлық, мынау кіші кубокты ұсынуымыз керек. Содан да барлық командалар бірдей. Кімге берерімді білмей тұрмын, шынымды айтсам. Кімге берер едіңіздер? Сіздердің кәдімгі не қылғандар, Шымкенттің соңғы есімдерін жаттап алыңдар деген сияқты болып тұр. Сонда да мен жалпы бұл осы қолымда кубокты мен сол елді мекеннен осы өзіміздің ана тіліміздегі осындай міне тамаша команда шыққанына өз басым өте қуанышты болып тұрмын. Қостанай! Қостанай құрамасы! Қостанай құрамасы, достар! Қостанай облысы құрамасы бірінші сәлемдесудің КТА үздігі кіші кубогын жеңіп алды. Қошеметтеріңіз, достар! Кеш жарық. Сәлеметсіздер ме, ойыншылар? Мен ескі де жаңа да, таныс та таныс емес де жүздерді көріп отырғаныма шын жүректен қуаныштымын. Рахмет, қайта сол бір балалық шақты еске салғандарыңызға. Жалпы КВН менің ойымша бұл командалық ойын, және де бұл жерде бір адам бүкіл команданы тартқаны саналмайды деп ойлаймын. Және де менің түсінігімде КВН-да енді амбицияларыңыз тым қатты, өзіне тым сенімді жандардың көп екені байқалады. Кейде ол өздеріңізге кедергі етеді, ол да байқалып тұрды. Өйткені сенімділік дайындықсыз сахнаға алып шығуға итермелеген сияқты. Десе де жақсы жақтар өте көп. Бірінші менің айтқым келетіні командалық ойынды сезінгендер бар. Түрлі командалардан бір адамнан қосылып жаңа командалардың құрылғаны бұл басқа жаңа бастап келе жатқан жастарға стимул. Сіздерге ілесіп кетсек екен, сіздер сияқты болсақ екен дегендерге өте жақсы бір мотивация ғой деп ойлаймын. Сол үшін сіздерге рахмет. Егер командаға нақты тоқталатын болсам, қазір қайталанып кетуі ғажап емес кейбір командалардың есімі. Мен мүмкін ерекшелену үшін балама арқылы қалжыңды әдемі жеткізген Қызылорданың командасына беремін. Қызылорда облысы Қорқыт командасы, достар, құттықтаймыз. Бүгінгі сәлемдесу ойынның тағы да кіші КТА үздігі кубогын иеленіп отыр. Құтты болсын! Қызылорда облысы Қорқыт құрамасы. Ал енді бізде тағы да 3 кіші КТА үздігі кубогы қалып отыр. Астана қаласы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының төрағасы Болат Бауыржанұлы. Менің ойымша бүгін Астана тұрғыны болғаннан кейін маған ең ұнағаны Астана. Астана құрамасы, достар!
Достар, келесі тамаша кіші көбөкті ұсынатын Қыдырәлі Болманов, қошеметтеріңіз. Барлығыңа риза болдық шын айтқан кезде. Әрқайсының өздерінің бір ілі балары, өздеріңе тән бір шіркін мына Шымкенттің жігіттері қалай қимылдады, шыға салғаннан дүбірлетті деген сияқты әр регионның, Аралдың, Қызылорданың өздерінің бір өздеріне тән дүниелеріне риза болдық. Осы бізге бір жақсы ұнаған, өздерінің бір болмыстары да, айтқан сөздері де, әзілдері де жақсы ұнаған. Ол мынау Қарағанды командасы. Келісесіздер ме? Қарағанды облысы құрамасы достар, құттықтаймыз. Рахмет. Жерлес екен ғой, жерлес екен. Құтты болсын. Рахмет, Қыдырәлі Болман. Сөз кезегі Тамара Асан. Мен өзімнің қолымдағы кубокты Қазақстан қалаларына берем. Жаныма батқаны тіл жөнінде айттыңыз. Өте керемет. Қатыра қол соғыңыздар. Құттықтаймыз достар. Қазақстан қалалар құрамасы. Бәрекелді, енді біз командаларға бердік үздік ойыншы. Рахмет. Енді үздік ойыншы. Бүгінгі ойынның үздік ойыншы Ең әсерлі сәт. Кім болар екен? Менің ойымша енді 3 қазір алқасының 5-еу болсақ, 2-еу жаңа жуниор деп отырсақ, 3-еуіміз Шымкент қаласы Қанат. Жандарым Қанат. Ой, Қанат дегендер мықты ғой. Рахмет. Құрметті Қазақстан ұлттық арнасының көрермендері, осымен мінекей көңілді тапқырлар алаңы жобасының 12 сайыстан тұратын аламан бәйгесінің алғашқы сайысы өз мәресіне жетті. Келесі аптада тамаша қызықтарға куә болыңыздар. Кездескенше қош, сау болыңыздар.